Сәлеметсіздер ме? Біз осындай әдемі шөптерді тігеміз. Бұлардың өлшем бірлігіне келетін болсақ, ортасындағы деталь ені 45, ұзындығы 90. Жанындағы екі кішкентай детальдің ені 12, ұзындығы 65 см. Ал мынау ортадағы детальдің ортасына сызып қойдым. Мен бұл жерге бір өрнек түсіретін боламын, және де екінші бетіне де әдемі бір қалташа жасаймын. Ал олай болса кеттік. Біздің шөпперіміздің көрінісі дәл осындай болады. Мынау екі детальді екі шетіне тігетін боламыз. Матам созылмай өзінің формасын ұстап тұру үшін мен дублерин жабыстырамын. Дублериннің бірінші беті осындай кілелі, екінші беті созылмалы қара текст болып келеді. Осы матамыздың бетіне дәл осылай түзулеп қойып, үтікті қыздырып тұрып, үстіне хабы мата қойып, жақсылап үтіктеп шығамыз. Ал міне жабыстырып алдық. Жабыстырған күйде осындай болады. Екі ручкасын да жабыстырып шықтым. Мынау құрақты мен қалташа ретінде тігетін боламын. Бұған да мен дублерин жабыстырып шықтым. Негізгі детальға да дублерин жабыстырғанда көрінісі осындай болып шығады. Міндетті түрде хабы мата қойып үтіктеңіз. Менің шөпперімнің бірінші бетінде осындай қалташа болады. Енді екі жақты етіп жасаймын. Қалташасын шетінің бәрін қайырып ішке қарап тігіп шықтым. Және де артық маталарының бәрін кесіп тастадым. Сонда көрініс осындай болады. Әдемі жинақы көрінеді. Ал мынау екі ручкасы болатын, яғни қолсабы болатынды үстіп тігіп шығамыз. Теріс қаратып тігіп шығып, оң қарасып аударатын боламыз. Екі қолсабында теріс қаратып тігіп, жақсылап оң жаққа қаратамыз. Сонда бізде әдемі қалыңдау бау шығады. Сіздер мынаны 12 емес, кішкене қысқартып алсаңыздар болады. Мен жуан болғанын қаладым, себебі ішіне көп заттар салып тасыған кезде иығыңызды қимайтын болады. Шөпперімнің бір бетіне осындай өрнек түсірдім, домалағын зигзагтармен тіктім, және де үйде осындай баламның ойыншығы болатын әріптерден, содан бір сөз құрастырып жазып қойдым. Пока что мен деген ғана сөз шықты, бір ерекшеленеді деп ойлаймын. Ал енді зигзаг формаларын қалай тіккенді көрсетемін. Бірінші мынау жану машинасында SS деп тұрғанда минус плюске аударамыз, минусқа аударасыздар, минус SS. Және де 5-ке қоясыздар, D әрпімен тігетін боламыз. D әрпімен тіккен кезде, төмен жақта тұр, әріптердің астында осындай бір тор көзді әдемі бір өрнек шығады. Ол үшін міне қазір бір матаға тігіп көрсетемін. Жаймен деп тігесіздер, асықпай. Сол кезде бізде осындай бір өрнек шығады, тор өрнек шығады. Ішкі домалақты бөлек тағы зигзагтың бір түрімен тіктім, қазір көрсетемін. Жаймен деп осылай бұрап, кезектеп бұрап, ашқа қоясыздар. SS минуста тұрады, және 5-те тұра береді келесілер. Ашта бізде тағы да бір сондай бір әдемі зигзаг сияқты бір өрнек шығады. Шетін осы екі түрлі зигзагпен өрнектеп шықтым. Мен сары жіппен жасыл сары етіп жасап жатырмын. Ал енді мынау мен деген сөзді зигзагта өте қиын болды. Обычный зигзаг түрімен С-дағы С әрпіне қойып, ең жаңағы кіші 1,5-2 мм таңдадым. Сонда осындай болып шықты. Бірақ керемет удачный шықты деп ойламаймын. Кішкене қисық болды. Бұл өрнекті басқа да тігу өрнектермен жасасаңыздар болады. Бірақ өте уақытты көп алады екен. Енді шөпперіміздің екі бетін осылай қайырып аламыз. Үтіктеп алсаңыздар оңай болады. Түйреуішпен түйресеңіздер де жақсы.
жылжымай тұру керек. Осылай тігіп аламыз, іш жағынан тігеміз. Сосын сырт жағынан мен тағы да өрнекті зигзагпен тігіп шығамын. Міне іш жағынан жай тігіс жүргізіп, сырт жағынан өрнекті тігіс жүргіздім. Енді шоперіміздің екі енін тігеміз. Енін тігіп аламыз, бірінші жай тігіспен жүргізіп, одан кейін зигзагпен көмкеріп шығамыз. Мынау қалташаның негізі екі енін біріктірмей тұрып тігіп алсаңыздар оңайырақ болады. Ал енді мынау екі ручкасын қолсабын тігетін боламыз. Ортасын тауып, оны екіге бөліп, дәл осылай түзелеп қойып, іш жағынан бір тігіс жүргіземіз. Одан кейін барып сырт жағынан әдемілеп мен тағы да өрнекті тігіспен 4 бұрыштап тігіп шығамын. Ручкаларды тіккенде үтіктеп алуды ұмытпаңыздар, және үтіктеп екі жанынан 0,5 мм қалдырып тігіп шықсаңыздар да болады. Мен тіккен жоқпын, осылай қалдырдым. Соның өзінде де әдемі теп-тегіс тігіс болды. Қолсаптарды осылай ішінен бір тігіс жүргізіп болғаннан соң келесі бетін қойып 4 бұрыштап тігіп шығамын. Орталарын дұрыс өлшем таңдауды ұмытпаңыздар. Қалташаның үш жағын айналдыра зигзаг түрімен тігіп шықтым. Дәл осы тіккен кезде осындай әдемі болып шығады. Екі жақты шоппер шықты, және де менде ручкасы кішкене қалыңдау болды. Мен оны әдейі жасадым. Ішіне көп зат салып жүремін. Сондықтан мынау иығыңызды қимайды. Иығыңызға бір ыңғайлы болу үшін. Осымен біздің шоппердің түсіндірме видеосы аяқталды. Сіздермен бірге болған Дана. Менің каналыма жазылып, видеом ұнаған болса лайк басуды ұмытпаңыз. Және де менің каналымда әртүрлі ою, құрақ, тігін, тоқымадан бірнеше түсіндірмелі видео бар. Менің мастер-классым пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар.